Қаныбек Масақбаев бүгінгі күні 55 жаста. 4 немеренің атасы. Шашында ақта бар. Бірақ оның бәрі биіктен көрінуге кедергі бола алмады. Ардагерлер арасындағы гір спорты шеберлерінің бүкіл әлемдік ойындарына қатысып, алтыннан медаль тағынса, әлем біріншілігінен күміс жүлде алып келді. Спортпен бала кезден занимаюсь. Гир спортдан 4-5 жыл болды. Заниматься етіп жүрмін. Енді жетістікке жетеді, Құдайға шүкір. Енді міне облыстың чемпионы, қала бойынша чемпион. Одан осы өткен көктемде Қазақстан чемпионатына барып, жүлделі болып келдім, күміс жүлде. Сонда нормативті орындап, кандидат мастер спорта деген. Сол ел біріншілігінде әлемдік деңгейдегі жарысқа баруға жолдама жеңіп алған. Көмірлі Екібастұз ғана емес, бүкіл Қазақстанның атынан барып, намысты қолдан бермей, онда да жеңіс тұғырынан көрінген. Мир міне неде Сербия. Бел Новый Сад деген қалада өтті. 33 мемлекет келді. Соның ішінде 570 адамдай қатысты. Соның ішінде жүлделі болып келдім. Енді жүлделі болғаннан бізде 2 түрде болды. Енді 3 түрі бар негізі. Мына 2 түрінде қатыстым. Мынау длинный цикл дейді, 24 килограммда жұлқа көтеруден. Содан күміс жүлде алдым. Содан бүкілодақтық әлемдік ойындар соған қатыстым. Бұнда бір 28 килограмм жерді бір қолмен көтеріп, бірінші орын алдым. Бұл жоғары нәтижеге қала болып, ел болып қуанып жатырмыз. Іргелі жарысқа баруға қолдау білдірген әріптестеріне ризашылығын білдіруде ағамыз. Ол сонымен қатар спорттың әр түрімен айналысады. Қыста шаңғы тепсе, жазда жүгіріске де бет бұрады. Және кейінгі жастарды да спортпен айналысуға шақырады.